Всем привет, достар, менде бүгін таңғы влог. Қазір сағат 9:30 болып қалды. Мен үйде жинап енді болдым қазір. Мен қазір сәл-пәл боянып аламын. Өзім сумкамда көп заттар бар, липучка бар. Осындай помада, короче, бәрі бар сумкамда. Көп заттар. Достар, матыр келіңіздер, осындай спрейімді сеуіп аламыз. Бетіміз өте әдем болып тұрады. Сол кезде жарқырап, бетіміз жайнап, және бетімізге қатты істелмейді. Екі тушпен направлять ететін бояй салайын. Осының ішінде қасын направлять етемін. Қасым құртшы немене қатты болып кеткен, достар. Осында қатты болып кетіпті. Осылай бояп аламыз бірінші қасымызды. Осылай қатты боялады деп ойлап қалмаңыздар. Не қасым немене әртүрлі болып тұр ғой. Осылай бояп аламыз. Бәрі өстік кішкене бояп үйде жүреміз по-любому. Теперь бізде осы қасымыз кетпей әдем болып тұру үшін осыны себеміз. Енді біз туш бояймыз. Осы тушты әдемлеп, розовый түрін таңдап алғам, өзіме ыңғайлы істеп. Осыны дұрыстап, әдемлеп жағамыз. Шығып кетпеді ма, тексеріп алайық. Бұл әдем болды. И теперь мен сумкама распаковка жасаймын. Кішкене ғана бояй салдым. Теперь распаковка чек басталды, достар. Осындай спрей. Осындай, короче, осындай жасағам кеше түнде. Осындай наборочка, бағанағы жүбі ішінде тұрған. И теперь карточка, липучка, помадочка, заколочка, екі парочка, розовый цветті, көк пен оранжевый парочка, және радуга парочка. Және осын сақинасын әлі дайын емес. Бай-бай, достар.